Сәлем құрметті достар, бұл 19-25 мамыр аралығына арналған апталық жұлдызнама. Бұл видеода біз осы алдымызда келе жатырған аптаның әрбір күніне тоқталамыз. Бұл жұлдызнама жалпы, яғни барлық белгілерге арналған, яғни әрбір күннің бірінші күннен 7-ші күнге дейін қандай энергиясы болатыны туралы айтамыз. Ал егерде өзіңіздің жеке белгіңізге байланысты жұлдызнаманы қарағыңыз келсе, арнадан көрсеңіз болады. Мамыр айының жұлдызнамасы толықтай шықты. Енді осы алдымыздағы 19-25 мамыр туралы айтатын болсақ, бұл өте қызықты, әсіресе романтикаға толы уақыт болады. Жарқын бір апта күтіп тұр деп айтуға болады. Аптаның басында біршама қарбалас болуы мүмкін, бірақ соңына қарай нағыз бақытты керемет күндер болады. Әсіресе жұма, сенбі, жексенбі күндері ерекше әсерлі, нағыз романтикамен жарқыраған энергияға толы уақыт болмақ. Қазірден бастап келесі аптаның соңына әдемілеп жоспарлар жасасаңыз болады. Әсіресе романтикалық кездесулер өте жақсы өтеді. Бұның себебі ол аспанда Венера планетасы және Марс планеталары осы аптада ерекше күшке ие болады. Білесіз, менің тыңдаушыларым жайлап үйреніп келе жатырған шығар, Венера бізде махаббат, әдемілік, эстетика, ақша туралы планета, ал Марс ол энергия планетасы. Бұл екеуі ғаламшардың үштік байланысын құрайды осы аптада, яғни аспанда трин құрайды. Ол апта бойы махаббат, романтика, сезімталдықты арттырады. Сәрсенбі мен бейсенбі күндерінде ай аспанда балықтар белгісінде болады. Бұл өте жайлы атмосфераны қалыптастырады, көптеген жағымды сезімдер мен жақсы көңіл күйді сыйлайды. Аптаның соңына қарай қызыл түсті киімдер, ашық реңктер мен көктемнің энергиясы күшейеді. Әсіресе жұма, сенбі, жексенбі аптадағы ең әсерлі күндер, сондықтан бұл күндері жаңа танысулар, махаббат, романтикалық кездесулер өте сәтті өтеді. Жалпы астрологиялық фоны бұл аптаның жаңағы Венера мен Марстың байланысы, романтика мен сезімнің шарықтау шегін туралы айтамыз. Айдың балықтарда тоқталуы сәрсенбі мен бейсенбіде жаңағы интуициямыз артады және сезімталдық артуы мүмкін. Ал жұма, сенбі, жексенбі күндері эмоцияларыңыз күшейіп, сары, қызыл түстерге бейімділік пайда болуы мүмкін. Әсіресе қазір сол көктемнің бітіп, алдымызда жаздың басталуына да оның себебі бар. Сонымен әрбір күнге көшетін болсақ, 19 мамыр дүйсенбіде аптаның басы кішкене ауыр басталуы мүмкін. Марспен оппозиция болады, Марс планетасымен. Бұл қақтығыстар мен шиеленістер әкелуі мүмкін. Таңертеңгі уақытта энергия төмен, ал жоспарланған істерді аяқтау кішкене қиындау болады бірінші күні. Қандай астрологиялық кеңестер болуы мүмкін? Қақтығыстарға жол бермеу керек, шыдамды болу керек және өз эмоцияларыңызды бақылай білу. Кешке қарай жағымды өзгерістер орын алады. Меркурий аспектісі сөз таласқа жетелейді, бірақ бұл шешімдерге алып келеді. 20 мамыр сейсенбі екінші күні күн планетасы торпақ белгісінің соңғы градусында өтеді. Бұл қаржылық істермен маңызды келісімдер жасауға өте қолайлы күн. Және де бұл жерде Юпитердің әсері болады. Таңертеңгі уақытта көтеріңкі көңіл күй, шабыт болады. Ай балықтар белгісіне өте бастайды. Кешке қарай екінші күні сезімталдық артады, жан тыныштығын іздейтін боласыз. Бұл күнгі кеңес маңызды істерді аяқтаған жақсы, қаржылық мәселелерді оңай шешесіз және үлкен мәмілелер мен келісімдер жасауға өте сәтті уақыт болады. Үшінші күні 21 мамыр сәрсенбі. Ай планетасы балықтарда тоқталады толығымен. Бұл күн жаңағы айтқандай сезімдерге толы. Балықтар бізде әрқашанда интуиция туралы, ішкі сезім туралы, сондықтан интуиция күшейеді.
тек қана балықтарда емес, бұл барлық белгілерге арналып айтылады. Бірақ әрине су белгісінің жаңағы өкілдері балықтар, шаяндар, сарышаяндар өте қатты сезінетін болады. Осы адамда да интуиция қаттырақ күшейетін болады. Сәрсенбі күні Венера мен Марстың әсері романтикалық кездесулерге, жаңа таныстықтарға қолайлы және күтпеген сезімдер, жағымды жаңалықтар орын алады. Жақындарыңызбен қарым-қатынасты нығайтуға көңіл бөлген дұрыс бұл күндері. Үшінші күні романтикалық кештерді жоспарлау сәтті өтеді. Яғни дәл сол күні өткізбесеңіз де, сәрсенбі күні бір жерге мысалы жаңағы заказ орнататын болсаңыз, немесе бір жерге бару туралы сөйлесіп келісетін болсаңыз, сондай нәрселердің бәрі жақсы өтеді. Және әрине сезімдеріңізді ашық білдіру керек, қорықпау керек. Және бұл жерде ескерту бар. Сейсенбіден сәрсенбіге қараған түні қараңғы айдың, яғни черная луна деп айтылады, қараңғы айдың әсері сезіледі. Бұл кезде эмоционалды тұрақтылықты сақтау өте маңызды. Кейбір нәрселерді қатты ойлап, мысалы болмаған нәрсе туралы қатты ойлап, өзіңізді тежеуіңіз мүмкін. Олай жасаудың керегі жоқ, себебі бұл сол қара айдың әсері. Келесі 22 мамыр бейсенбі күні ай әлі де балықтарда болады. Бұл күні болашақ түйіні ашылады аспанда. Бұл психологиялық өсу, психологиялық жағынан және жаңа жолдарды табуға жақсы мүмкіндік. Жаңа жолдарды іздеуге жақсы мүмкіндік. Юпитердің де бұл жерде әсері болады. Әсіресе 4-ші күні таңертең Юпитердің әсері жаңағы көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Кешке қарай Сатурн әсері байқалады, яғни салмақты шешімдер қабылдауға жақсы уақыт, немесе шаруаларыңызды реттеуге жақсы уақыт 4-ші күні кешке қарай немесе түс қайта. Және сонымен қатар бұл кезде өзіңіздің ішіңізбен, сезімдеріңізбен жұмыс істеуге уақыт бөлген жақсы. Психологиялық сеанстарға бару немесе ішкі уайымдардан арылу үшін өте керемет уақыт. Мүмкін жаныңызда түсінетін, тыңдап білетін адам болса, қорықпай сол адамға ашылып, жаңағы өзіңіздің сезімдеріңізбен бөлісуге болады. Эмоцияларыңызды, яғни еркін білдіріңіз. Бірақ кешкі уақытта сонымен қатар сабыр сақтау керек. Келесі 23 мамыр жұма 5-ші күні аптаның ең ыстық күні деп айтуға болады. Марс пен Венераның толық байланысы болады. Романтика, жаңағы айтылған құштарлық, махаббат сезімі күшейе түседі. Сонымен қатар Меркурий планетасы бұл кезде өткен түйінмен байланыста болады. Яғни өткен нәрселерден деп айтуға болады. Ескі, бұл жерде ескі жаңағы таныстармен қайта қауышу мүмкіндігі, немесе бұрынғы жобаларды ұмытылып кеткен қайта бастауыңыз мүмкін. Сонымен қатар өміріңізден көптен көрмеген немесе көптен естімеген адамдар қайтып келуі мүмкін, телефон шалуы мүмкін. Бұл жерде жаңа танысуларға ашық болған дұрыс, себебі жаңа танысулардың арасында сізге пайдасы тиіп қалатын адамдар болуы мүмкін, жолығуы мүмкін. Өткендегі жобаларды қайта қолға ала аласыз. Егер де ондай сізде өзіңізде жоспарлар болса, яғни керектігі болса, сізге пайдасы болса, онда қазір қайтып тоқтаған жерінен ары қарай алып кетуге болады. Романтикалық кездесулер басталады жұма күнінен бастап. Махаббат хикаялары сәтті өтеді, немесе махаббат хикаясы басталады. Әрине Меркурий бұл жерде Меркурийда болғандықтан ол өтіп кеткен махаббат, немесе болып кеткен махаббат, немесе баяғыда болған бір қарым-қатынастардың қазір қайта келуі мүмкін. Келесі 24 мамыр сенбі күні. Бұл күні энергия өзінің жаңағы әсіресе от энергиясы, яғни Марс планетасының энергиясы өзінің шарықтау шегіне жетеді. Бұл күні өзіңізді ракета сияқты сезінесіз деп айтуға болады. Және де сонымен қатар Плутон планетасының әсері болады. Ол цифрландыру, жаңа технологиялар, жасанды интеллект, мүмкін өзіңіз қолданасыз ба, немесе жұмыс бабымен, немесе жеке өміріңізде болсын, қандай да салада болғанда да сізге соның әсері тиюі мүмкін. Мүмкін документтеріңізді мысалы
документтерді жасайтын болсаңыз, сол цифровизация арқылы жасайтын шығарсыз. Немесе жұмыс орнында, немесе жеке кәсібіңізде жаңа технологияларды, жасанды интеллектті қолданасыз мысалы. Сонымен қатар конференциялар жақсы өтуі мүмкін сенбі күні. Іскерлік жаңағы бизнес кездесулер өте табысты өтеді. Қандай да бір контракт іздеп жүрсеңіз, қандай да бір контрактқа отыру керек болса, сенбі күніне презентация жасауға болады, инвесторлар іздеуге болады, және жаңағы айтылғандай үлкен бір клиент табуға болады, егер де сізде жеке кәсіпкер болсаңыз. Яғни сенбі күні жаңа технологиялар мен цифрлық жобаларға көңіл бөлу керек. Себебі соның арқасында сіз одан сайын жылдам қарқынды түрде алға қарай жылжисыз. Ескі жобаларды сонымен қатар цифрлық форматқа көшіру мүмкіндігін пайдаланыңыз. Және технологиялық жаңалықтарды меңгеруге таптырмас уақыт. Және 25 мамыр жексенбі күні ай торпаққа өтеді. Бұл тыныштық, тұрақтылық және ішкі үйлесімділіктің кезеңі. Меркурий мен Сатурнның байланысы ұзақ мерзімді жоспарлар құруға қолайлы. Және бұл жерде жаңа цикл туралы айтуға болады. Сатурнның тоқты белгісіне өтуі жаңа бастамалардың уақыты. Бұл кезде жексенбі күні жоспарлар құрып, алдағы аптаны дайындасаңыз дұрыс болады. Оның ар жағындағы аптаны, яғни жазға қарай жаңағы жоспарларыңызды жаза бастауға болады. Жаңа жобалар мен идеяларды ойластыруға болады. Әрине, және рухани тынығу мен ішкі жан дүниеңізбен үйлесімге келу үшін өте тамаша күн. Міне, осындай романтика мен шабытқа толы апта бізді күтіп тұр. Сезімдеріңізді ашық білдіріп, әр күннің сәтін пайдаланыңыз. Жұлдыздар сізбен бірге болсын. Арнаға жазылыңыз, алдымызда жаз басталады, маусым айына арналған жұлдызнама шығады. Әрине, маусым айының жұлдызнамасын егіздерден бастап шығарамыз, себебі олардың туған күндері басталады. Келесі кездескенше сау болыңыз.